Tek. Несін oldu? Қалайсыздар, амансыздар ма? Так, бауырлар, бүгін көптен күткен бір видео болады, яғни Reels жайлы. Естеріңізде болса, эксперимент жасаған болатынмын, сол болады бүгін. Так, бауырлар, ошым видеодағы сөздерге көбірек мән беруге тырыспаңыздар, себебі ол жақта сценарий жазылмаған. Жалпы мен сценарийсіз түсірем видеоларымды, сондықтан да ол жерден тек басты нәрселерін алсаңыздар болды. Әрбір деталіне мән беріп, әрбір сөзінің кішкентай бөлігіне мән беріп, төбіне кіріп кетудің қажеті жоқ. Сондықтан да басты нәрселерін алсаңыздар болды, жетеді сол. В общем, айтқанда, Reels түсіріңіздер, көмек береді екен. Бұл енді білмеймін қай жеріне кететін, жалпы в общем, кетет бұл. Nuric Live. Present Pictures. Ассалаумағалейкум бауырлар, қалдарыңыз амансыздар ма? Жалпы бүгін сол Reels темасында видео қозғалатын болады. Так. Естеріңізде болса, жалпы бір ай бойы, не болмаса бір апта бойы Reels түсіремін деп айтқан болатынмын. Жарайды, қорықпай қойшы. Короче, содан кейін уже бір ай өтіп кетті, ара бір ай салып, сіздермен результатты бөліскім келеді. Жалпы бұл жерде мен былай несімен айтып шығайын, ретімен айтып шығайын. Жалпы ең бірінші Reels түсіру үшін жоғарғы качество керек емес. Бұл сіз білетін ең бір алғашқы қағида. Қағидалар бойынша айтайын. Жалпы качество керек емес. В основном білмеймін, сіздің не түсіретініңізге байланысты ғой. Мысалы, егер реклама түсірсеңіз, ол жақтан міндетті качество керек болуы мүмкін. Ал егер сіз өзіңізді түсіргіңіз келсе, онда дауыстарды пародировать етуді қою керек сияқты. Енді кому как қой, бірақ в принципе оригинальный болған жақсы ма деп ойлаймын көбінесе. Және де яғни дауыстарды пародировать ету деген қандай ғой, короче. Біреудің дауысына өзіңмен аузын жырлату арқылы түсіру деген. Ол да біраз просмотр жинайды, бірақ та ол тез ұмытылып кетеді, өйткені ол сенің оригиналды түрің емес, оригиналды істеп отқан нәрсең емес, яғни өзіңнің нәрсең болмағандықтан ол по-любому мынандай тез өшіп қалып қидан. Сондықтан ойлаймын, қағидалардың басына осыны келгізіп қойсаңыздар болады. Жалпы әрқашанда оригинал болу керек. Мен бір нәрсе байқадым. Аз қысқа видеолар көп просмотр жинамайды. В основном көп просмотр жинайтындар 1 минутқа жететін видеолар. И то барлығы әңгіме болатұған болса, мысалы, бір күн бір бай болыпты деген сияқты әңгімелер болатын болса, онда ол көп просмотр жинайды екен. Осыны түсіндім Reels'тан. Егер де сіз дағуат жөнінде болса, мұғалім ұстаз болсаңыз, осындай әңгімелер жақсы өтеді. Бір байқағаным, сосын жалпы қазір Reels өте қатты дамыған, яғни олар қазір реклама түсірсеңіз болады, мысалы өзіңіздің жеке брендіңізді қалыптастыру үшін осы Reels темасы өте жақсы өтеді. Просмотр жағынан да бұл рекордтарды бұзды менде, яғни TikTok'та ондай просмотр болмаған, болды, ең алғаш 100 000 просмотр сондай болған. Бірақ та ол тек бір-ақ видео, одан кейін басқа видеолардың барлығы 10 просмотр алған, 100 просмотр, 200 просмотр. В общем,
10.000-ден аса алмай қалды. Енді айтатыным осы Reels арқылы жалпы тезірек дамуға болады екем. Жаңағы не сияқты, шотс сияқты, бірақ Инстаграмда одан да TikTok'та қарағанда жаңағы жақсы көрермендер бар. Орта мындай критикаға кетпей, принципі барлығы жақсы ойлы, принципі сондай десек те болады. Қазір сіздерге көрсететін боламын, жалпы басынан аяғына дейін лентамен былай деп әзірге сіздерге просто әңгіме айтып отырғанмын. Мінекей енді менің тиктогым ойбай тиктог емес, рилсыма кіретін болсақ, жалпы басынан бастап көрейік. Ең алғашқы видео осы видео болатын тұғын. Енді дауысы қосылып қапты, ренжімеңіздер. Жалпы бұл видеода мінекей оның статистикасы. Содан кейін екінші видеоны салып бастадым. Екінші видеода, мен жай ғана әңгіме айтам. Ол жақта адамдарды жалпы жақсылыққа шақыруға тырысып, соны видео түсіремін. Ол видео бір 3 күн емес, 3 күннің ішіне жетпей, 10.000 просмотрға жетті. Одан кейін тағы да видеолар салып бастадым, сөйтіп до конца сала бердім. Бірақ та енді бұл нөлден басталған канал болғандықтан бір айдың ішінде 30.000 просмотр болды. Общий қосқанда енді қарасаңыздар 33.900 болып тұр. Бұл енді өте ерекше жаңағы статистика, өзгеріс. Бұлай егерде мен бұны негізінде подписчигі көп аккаунттарға жасағанда, ол жақта мүлдем көп болар ма еді деген ой келді. Неге солай істемедім деп қалдым енді бір жағынан. Бірақ сонда да жарайды, енді нөлден бастап жасаған аккаунттың өзі қазіргі кезде енді түсіріп отырмын ғой, қазір мына видео түсіргеннен бөлек қазіргі кезде примерно 70-тен асып кетті уже подписчик. Уже жетіп қалды десек те болады, 70-ке. Егерде менде ана аккаунтқа түсіретін болсам, онда ол аккаунтта примерно бір 200-300 подписчик қосылатын бейді. Қысқасын айтқанда мінекей осындай видео шықты. Енді жалпы көріп бағасын беріп кетіңіздер. Егерде Reels бастап қандай да бір подписчик жинағыңыз келсе, қандай да бір брендіңізді дамытқыңыз келсе, жеке тұлға ретінде дамығыңыз келсе, осындай қазір мүмкіндіктер болып отыр. Шортспен мысалда қаншама адам көреді, ол миллиондап көреді деген сияқты. Reels'та сондай, Инстаграмда тек Инстаграмда шортстан, тиктоктан айырмашылығы. Ол жақта жаңағы қалай деп айтсам болады, шынайы подписчиктер, шынайы болғанда қалай, ешқандай бір жаман қандай бір негатив пікір жазбайтын подписчиктер көбінесе. Содан кейін сапалы, в общем, сапасы бар да, саны мен сапасы, сапасы бар подписчиктер. Жалпы негізінде мен бір апта ғана түсірем деп, яғни бір апта ғана жасаймын деп ойлағанмын. Сол 3 күннің ішінде өзі көрдіңіздер, 50 подписчик бар, плюс сондай қосылды, 10.000 просмотрға. Одан кейін тағы да қосыла берді, сөйтіп күніге әлі күнге дейін қазір сообщениялар келіп жатады маған. Сообщение болғанда қандай, уведомлениялар келіп жатады, жаңағы Нұреке Reels деген неден, парақшадан. Ол жақта, андай ғой, лайк басты, таралып, в общем, репост жасайтындар көп. Білмеймін енді. Бұл видео кімге керек? Енді жалпы бұл видео жаңа айтқандай, өзінің жеке брендін дамытқысы келетіндер, болмаса қандай да бір кәсіп ашатын болса, сол кәсіпті оңайырақ дамыта алады. Reels түсіру арқылы, сол жағынан пайдалы. Бірақ енді түсіру жағынан мен жалпы шарт етпедім, яғни ешқандай бір качественно түсірмедім. Чисто осылай отырып, жай ғана әңгіме айту арқылы, яғни оқығандарымды бөлісу арқылы, тем более ол жақта мен өзіме ғана арнайлап өзіме ғана аштым десем де болады. Керекті сөздердің барлығын, түсінген сөздерімнің, қорытқан түйіндерінің барлығын сол жаққа барлығын салып отырдым. Сол жақта солай деп жазып қойдым, описаниясы, басқасы бәрін. Сонымен осындай болып шықты енді видео. Енді келесі видеоны асыға жалпы келесі видеоға дейін көріскенше аман болыңыздар. Рахмет көргендеріңізге, каналға жазылып, лайктарыңызды басып қолдап кеттіңіздер. Алла разы болсын.